Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің бүгінгі сабақтың тақырыбы қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау. Жоспарда қарастырылған 3 сұрақты қамтимыз. Бірінші, қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындауға түсінік береміз. Екінші, қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың қағидаттарына тоқталамыз. Үшінші, қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау әдістеріне тоқталамыз. Қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша жаза тағайындау бұл қылмыстық жауапкершілікті жүзеге асыру процесінің маңызды аспектілерінің бірі болып табылады. Қылмыстық құқық бұзушылық жиынтығы, яғни қылмыскердің бірнеше қылмыстық құқық бұзушылық жасаған жағдайлары қамтиды. Мұндай жағдайларда әділет жаза тағайындау бірқатар ерекше талаптар мен қағидаттарға сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы дегеніміз, яғни бір адам жасаған бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықты айтады. Бұзушылықтар әртүрлі қылмыстар болуы мүмкін, бірақ олардың барлығы белгілі бір уақыт аралығында жасалады. Қылмыскердің әрекеті әртүрлі қылмыс түріне жатуы мүмкін, әртүрлі қылмыс санаттарына жатуы мүмкін. Мысалы алатын болсақ, ұрлық, алаяқтық, адам өлтіру сияқты. Жиынтық қылмыс дегеніміз бұл қылмыскердің бірнеше қылмыс әрекеттерін заңды тұрғыдан біртұтас қарастыру және оған тиісті жазаны анықтау болып табылады. Қылмыстық кодекстің, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 58-ші бабында осы қылмыстық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындау көрсетілген. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы кезінде сот әрбір құқық бұзушылық үшін бөлек жаза тағайындап, онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы, немесе тағайындалған жазаларды толық немесе ішінара қосу арқылы түпкілікті жазаны айқындайды. Егер қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығында тек қылмыстық теріс құқықтар онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар кірсе, онда түпкілікті жаза онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жаза сіңіру арқылы тағайындалады. Ал егер қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығына ауыр немесе аса ауыр қылмыс кірсе, онда түпкілікті жаза онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы немесе жазаларды ішінара немесе толық қосу арқылы тағайындалады. Бұл жағдайда бас бостандығынан айыру түріндегі түпкілікті жазаны 20 жылдан асыруға болмайды. Егер қылмыстық құқық бұзушылықтар жасаған жиынтығына қарай жасалған үшін қылмыстық кодексте 20 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түрінде жаза көзделген, ең болмағанда бір аса ауыр қылмыс, сондай-ақ ол жасалған үшін айыппұл тағайындалған қылмыстық теріс қылық кірсе, онда түпкілікті жаза онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы тағайындалады. Егер жиынтыққа кіретін қылмыс үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру тағайындалса, онда түпкілікті жаза өмір бойына бас бостандығынан айыру түрінде тағайындалады. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша тағайындалған негізгі жазаға жиынтықты құрайтын құқық бұзушылықтар үшін тағайындалған қосымша жазалар қосылуы мүмкін. Ішінара немесе толық қосу кезінде түпкілікті қосымша жаза осы қылмыстық кодекстің жалпы бөлігінің жаза түрі үшін белгіленген ең жоғарғы мерзімнен немесе мөлшерден асыруға болмайды. Егер сотталған адамның ісі бойынша сот үкім шығарғаннан кейін оның бірінші іс бойынша үкім шығарылғанға дейін жасаған тағы да басқа қылмыстық құқық бұзушылыққа кінәлі екені анықталса, жаза осы баптың қағидалары бойынша тағайындалады. Яғни бұл жағдайда соттың бірінші үкімі бойынша өтелген жаза түпкілікті жаза мерзіміне қосылады, яғни есептелінеді. Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жаза тағайындаудың қағидаттары. Яғни
бірнеше қағидаттарды қолданады. Жаза тағайындауда қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша жалпы принцип, жаза түрлерін сәйкестендіру принципі, жаза тағайындаудың мақсаттылығы принципі, және жазаны үйлестіру принципі. Бірінші жалпы принцип дегеніміз бұл әрбір қылмыс үшін өз алдына жаза тағайындалады, бірақ олар жиынтыққа қарастырылған кезде жиынтық жазаны қолдану негізделеді. Екінші принцип жазаның түрлерін сәйкестендіру. Яғни әр қылмысқа тиісті жазаның түрін таңдау қажет. Егер бір әрекет ауырлық болса, оның жазасы басым болуы мүмкін. Үшінші принцип жаза тағайындаудың мақсаттылығы. Жазаны тағайындағанда қылмыскердің түзелуіне, қоғамдық тәртіпті қалпына келтіруге және қоғамға қауіптілігін азайтуға бағытталған жаза болуы тиіс. Төртінші принцип жазаны үйлестіру. Яғни жазаның жиынтық жағдайын ескере отырып, оларды сәйкестендіру керек. Бұл жағдайда әрбір қылмысқа тән жазаларды бір-бірімен үйлестіріп, оның ең максималды және минималды жаза арасындағы дұрыс тепе-теңдікті сақтау керек. Осы енді қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша, осы жазаны тағайындау бойынша әдістер қарастырылған. Бірінші жиынтық жазаны қосу әдісі, екінші жиынтық жазаны бір тұтас есептеу әдісі. Жиынтық жазаны қосу әдісі бойынша бұл жағдайда әрбір қылмыстық құқық бұзушылық үшін бөлек-бөлек жазалар тағайындалып, кейін олар бір-бірімен қосылады. Бұл әдіс жазаның ауырлығын арттырып, қылмыскерге айыппұл немесе басқа ауыр жаза түрлері тағайындалуы мүмкін. Жиынтық жазаны бір тұтас есептеу әдісі. Бұл әдісте барлық құқық бұзушылықтар бойынша бір жалпы жаза тағайындалады. Мұндай жағдайда заңдағы нақты талаптар бойынша және барлық қылмыстардың жиынтығын ескере отырып, ең қолайлы жаза анықталады. Осы жазаны айқындау кезінде, яғни жазаны тағайындау жалпы негіздері бойынша ескерілетін факторлар бар. Ол факторларға біз бірінші қылмыстың қоғамға қауіптілігін, қылмыскердің жеке тұлғасын және құқық бұзушылықтардың жасалған жағдайын және қоғамдық пікір мен құқық қорғау органдарының көзқарасын осы факторларға кіргіземіз. Қылмыстың қоғамға қауіптілігі. Әрбір қылмыс қоғамға қаншалықты қауіпті екенін ескеру керек. Яғни қылмыстың ауырлығын оның салдарына байланысты айқындалу керек. Қылмыстың қоғамға қауіптілігі. Қылмыскердің жеке тұлғасы, яғни қылмыскердің жеке тұлғасы деп отқанымыз, сол тұлғалық қасиеті, оның қылмысқа ықпал еткен факторлары ескерілуі қажет. Бұзушылықтардың жасалған жағдайы, құқық бұзушылықтар қандай жағдайда жасалғанын анықтау қажет. Мысалы, адамның психологиялық жағдайы немесе қылмыстық топтың рөлі. Қоғамдық пікір мен құқық қорғау органдарының көзқарасы. Бұл факторлар қылмыстық іс бойынша шешім қабылдағанда маңызды рөл атқарады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.